Хауди-хо достар, сіздер оқушысыз ба, немесе студентсіз бе? Бүгін мен сіздің сабағыңызды үздік, яғни оқушылар 5-ке оқи алатын топ 3 программаларды көрсететін боламын. Және де бұл студенттерге де көмектесе алатын программалар. Осы видео басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркеліп, және осы видеомен достармен бөлісіп кетіңдер. Жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңдер. Себебі біздің арнада осындай керемет қызықты туториалдар шығып тұратын болады. Ал ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Я Никитос, ла-ла-ла-ла, тебе все мало, выше носик, я Никитосик. Достар, біздің бірінші программамыз бұл фотоматч. Неге бұл программа дейсіздер ғой? Себебі бұл сіздің математикаңызды шығарып беруге тырысатын болады. Қандай күрделі есеп болсын, бұл шығарып беретін болады. Бірақ та сөз есеп немесе қазақша есептерді салмаңыздар. Себебі ол шығара алмайды. Тек санмен немесе символдармен жазылған есептерді ғана салыңыздар. Сол кезде ғана бұл программа сіздерге барлығын есептеп беретін болады. Достар, екінші программамыз бұл хендрайтер. Қазір сіздер бұның не пайдасы бар деп ойлап отырған шығарсыздар. Бірақ мен бұның керек жақтарын айтқан кезде сіздер бұрын неге білмедім деп айтатын боласыздар. Ал егер сіздер бұндай программаны білмеген болсаңыздар, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл программаның қандай жақсысы бар? Міне мына вот деген жерге кіретін болсаңыздар, сол кезде сізге осындай жазылатын жерлер беретін болады. Осы жерге қалаған жазбаңызды жазуыңызға болады. Мысалға, Хауди-хо деп жазайық. Және де осы жерге создать дегенге басамыз. Мінекей мысалға. Создать. Сосын введите имя файла деп тұр. Яғни өзіміз қалаған атты жаза саламыз. Бұл жерге мен қалаған аттымды жаза салатын боламын. Өтірікте жаза салуға болады. Сосын окей дегенге басамыз. Ол жағын өзімізде білетін шығармыз. Мінекей, енді біздің Хауди-хо деген сөзіміз өте жақсы болып шықты. Және де бұны жол дәптерде емес, клетка дәптерде қылуға болады. Ол жағын айтшы десеңіздер, комментарияға қалдырып кетіңіздер. Бір күні сондай видео шығарамын, егер де сіздер көп сұрап жатсаңыздар. Достар, біздің үшінші орындағы программамызды барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл қандай программа дейсіздер ғой? Бұл TikTok программасы. Осы программаның қандай пайдасы бар дейтін шығарсыздар. Бұл онлайн мектеп, яғни білімленттің жауаптары бұл жақта болады. Мінекей, осы жерде ізденіске басатын болсақ, осы жерде барлығы шығатын болады. Мысалға, мен информатика пәнінің білімленттін іздегім келіп отыр. Қазір менде интернет жақсы ұстамай тұр. Сол себепті интернет сәл кешіктіруі мүмкін. Сол себепті кешіріңіздер. Достар, осымен оқиғамыз аяқталды. Егер оқиғамыз сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны да басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де мұны достарыңызға жіберіңіздер. Достарыңыз да сабақтарын жақсы оқитын болсын. Барлығыңыз мектептеріңізде үздік болыңыздар. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.